Сәлем оқушылар, бұл видеода біз сіздермен бөліп шығару бөлімі бойынша бөліп шығарудың маңызы деген тақырыппен танысатын боламыз. Ал ендеше бастайық. Оқу мақсаты бұл бізде ағзалардың тіршілік әрекетінде бөліп шығарудың маңыздылығын түсіндіру. Сіздер өткен бөлімдерде білесіздер, біздің ағзамызда, өсімдіктерде, жануарларда қандай да бір зиянды токсинді заттардың түзілетіндігін және де олардың белгілі бір бөліп шығару мүшелері арқылы сыртқа шығып отыратындығын. Енді сол бөліп шығару мүшелеріне тоқталып өтейік. Яғни бұл жерде біз жануарлардағы кездесетін және өсімдіктердегі кездесетін бөліп шығару мүшелеріне қысқаша түрде тоқталамыз. Жануарларда жалпы соңғы өнім ретінде біз тыныс алу өнімдерін және сұйық өнімдерді екіге бөліп қарастырамыз. Тыныс алу өнімдері бұл бізде өкпе арқылы шығарылады, ал сұйық өнімдер бүйрек және де тері арқылы шығарылатын болып табылады. Ал өсімдіктерге келетін болсақ, өсімдіктерде белгілі бір бөліп шығарудың арнайы мүшелері болмайды екен, бірақ та олардың қызметін алмастыратын олардың жапырақтары және де қылқандары бар. Енді өсімдіктердегі жаңағы бөліп шығарудың қызметін біз жапырақ атқарады дедік қой. Яғни жапырақтың түсу процесіне тоқталып өтейік. Бұл суретте бізде жапырақтың түсуі көрсетілген. Яғни жаз уақытында ағаштарда бізде жапырақтары жап-жасыл әдемі болып тұратынын білеміз. Яғни ол кезде жапырақтың құрамындағы хлорофилл пигменті өте көп болады, фотосинтез процесі де, судың булану процесі де жақсы жүріп отырады, бірақ та жаздың соңына қарай жапырақтың түсінің өзгеретіндігін байқаймыз. Яғни бұл бізде күзгі уақытқа дайындық процесі. Яғни бұл кезде бізде тығынды және де бөлінді бөліктер пайда болады екен да, жаңағы жапырақтың құрамындағы хлорофилл пигменті мүлдем жоғалып кетеді, яғни түсі өзгереді біріншіден. Және де фотосинтез процесі судың булану процестерін нашарлайды екен. Соның есебінен бізде ағаштар өзінің бойына жинаған зиянды заттарының барлығын осы жапыраққа қарай ысырады екен. Осылайша күзгі уақытта біз жапырақтың түскенін байқаймыз. Яғни бұдан шығатын қорытынды бізде ағаштар өзіне сіңірген зиянды заттардың барлығынан тазару үшін осы жапырақтарын түсіріп отырады екен. Бұл бізде өсімдіктердегі негізгі бөліп шығару мүшесі жапыраққа тоқталғанымыз болып табылады. Енді жануарларға келсек, жануарларда зат алмасудың соңғы өнімдеріне тоқталайық. Жалпы жануарларда тыныс алу процесі кезінде бізде жаңағы органикалық заттар нәруыз, көмірсу, маймен әрекеттескен кезде олардан бөлінетін органикалық заттар, яғни қоректік заттармен қоректенетіндігін білеміз. Яғни оттегімен жаңағы көмірсу май әрекеттескен кезде бізде негізгі соңғы өнім ретінде көмірқышқыл газы және де су бөлініп шығады екен. Осы көмірсу және майдағы негізгі кездесетін үш элемент ол бізде сутегі, оттегі және де көміртегі болып табылады. Ал нәруызға келетін болсақ, нәруыз оттегімен әрекеттескен кезде бізде нәруіздің құрамында негізінен азот болатындықтан соңғы өнім ретінде, соңғы зиянды зат ретінде азоттан бөлінетін заттар соңғы өнім болып шығады екен. Яғни оның ішіне біз аммиакты, зәр қышқылын, есепнәрді жатқызсақ болады екен. Яғни жануарларда белгілі бір осы соңғы өнімдер белгілі бір арақатынас нәтижесінде түзіледі, немесе тек біреу ғана түзілетін болып табылады. Ал бізде сүтқоректілерде соның ішінде адамдарды айтқан кезде ең жаңағы зиянды, шлакты, токсинді соңғы өнім ретінде бізде осы азоттың соңғы өнім болып бөлініп шығатын несептар, яғни мочевина болып табылады екен. Және бұл суретте бізде негізгі бөліп шығару мүшелері және де олардан бөлінетін соңғы өнімдер көрсетілген. Мысал алатын болсақ, өкпеден көмірқышқыл газы бөлініп шығады. Бауырдан өттің пигменттері бөлінеді. Ал теріден су және де тұз және де бүйректен ол жаңағы айтып кеткен бізде азоттың соңғы зиянды өнімдері несепнәр, зәр, несеп қышқылы және де аммиак бөлініп шығады екен. Жалпы осы видеода біз сіздермен бөліп шығару мүшелерімен таныстық, яғни жануарларда қандай кездесетіндігін, өсімдіктерде қандай кездесетіндігін, өсімдіктерде осы негізгі мүше ретінде жаңағы жапырақты, яғни жапырақтың түсуі, осы соңғы өнімнен құтылудың бір процесі екендігімен таныстық, және де жануарларда соңғы өнімнің қандай түрлері кездесетіндігін атап қарастырған болатынбыз. Осымен бұл видео аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.